Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Әлеуметтік желілерді 2023 жылғы 9 сәуірде рұқсат етілмеген митингтерді өткізуге және қатысуға шақырулар таратылуда. Құқық бұзушыларға қатысты құқық қорғау органдары әкімшілік және қылмыстық құқықтық шаралар қабылдайтын болады, делінген бас прокуратура үндеуінде. Ведомство рұқсат етілмеген митингке қатысу үшін қандай жаза қолданылатынын атап өтті. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 488 бабы бойынша 25 тәулікке қамаққа алуға дейін әкімшілік жауаптылық. Құрметті көрермендер, бұл хабарды көптеген достарыңызға жіберіңіз және де әртүрлі митингтерде қатыспаңыз. Сау саламат болыңыз.